Франкенштейн романының авторы Мэри Шелли бөлек-бөлек адамдардың дене мүшелерінен құралған адам расымен де қазіргі уақытта пайда болуы мүмкін екендігін ойлады ма екен? Мұндағы ең қиын мәселе адамның басын трансплантациялау. Франкенштейннің шыққанына 200 жыл өтсе де, мұның бәрі фантастикада естіледі. Болашақты елестетіп көрелік. Бақуатты кәрі миллионерлер өздерінің басын жастардың денесіне сала бастайды. Осылайша үнемі денесін ауыстырып, мәңгілік өмір сүреді. Бір түрлі. Қорықпаңыз. Бас ауыстырудың кемшіліктерінен гөрі артықшылықтар көп. Соңғы ғасырда мұндай операциялар көп рет жасалынған. Дәлірек айтсақ, көртышқандарға, иттерге және маймылдарға. Енді елестетіп көрелік. Адамның басын кесіп алып, басқа денеге салса не болады? Шынымен өте қызық сұрақ. Барлығын басынан бастаймыз. Ең алғаш болып, бір тірі организмнің басын екіншінің денесіне салған адам физиолог Чарльз Гатри. Ол 1908 жылы құбыжық атты екі басы бар итті жасап шығарған. Екінші басты иттің иығына жалғап, мойын артерияларын үзіп, екінші басқа жалғап, қан айналымын пайда болдырған. Гатридің эксперименттерін кейіннен кеңестік трансплантолог Владимир Денков жалғастырды. Екі жағдайда да отаның нәтижесі көңіл көншітпеді. Жалғама бастар дұрыс жұмыс жасамай, иттер бір аптадан артық өмір сүрмеген. Мысық ит деген мультсериал естеріңізде ме? Зерттеулердің нәтижесі соған ұқсас болып жатты. Бұл жағдайда екі бастан бір бас артық деген сөз дұрыс болатын шығар. Дәл осы эксперименттер американдық нейрохирург Роберт Уайтты 1970 жылы бір маймылдың басын екінші маймылдың денесіне салуына әсер етті. Ота үшін екі маймыл таңдап алынды: Мэри және Лулу. Хирургтер әрбір қан тамырын үзіп, арнайы қан толтырылған түтікшелерге жалғап, Мэридің басын денесінен ажыратады. Отаның ең соңғы кезеңінде Мэридің басын бассыз Лулудың денесіне жалғау керек болатын. Хирургтер артериялар мен веналарды ми өліп қалмас үшін жылдам тікті. Соңыра бұлшық еті мен жүйкелерді жалғады. Анестезияның күші тарқағаннан кейін, міне ғажап, маймыл көзін ашып, барлығын естіп көріп тұрды. Дәрігерлер бірнеше күн оны қасықпен тамақтандырды. Бұл оқиға көпшілікке үміт сыйлағанымен, сол бұрынғы мәселенің шешімі табылмады. Жануар ұзақ өмір сүрмеді. Уайт келесі қадам адамның басын ауыстыру деді. Оның бұл сөзі үлкен шу тудырып, онымен қоса көптеген философиялық сұрақтардың туындауына әкелді. Басты өзге денеге салса не болады? Ол өзінің тұлғасын жоғалтып алмайды ма? Италиялық нейрохирург Серджо Канавера соңғы 30 жылда тек бір мақсатты көздеуде: бас трансплантациясын ең бірінші болып жасау. Ол өзінің ойын 2013 жылы көпшілікке жариялады. Оның сөздері үлкен резонанс тудырып, қоғамның талқысына түсті. Канавера өзіне дейінгілерге қарағанда жануарлардың басын сәтті ауыстырып шықты. Интернетте оның ит пен тышқанның басын ауыстырған отасының барлық қалпына келу кезең қамтылған видео пайда болды. Осыдан кейін скептиктер біраз тынышталды. Нейрохирург оны трансплантологияның алға жылжуы деп бағалап, әртүрлі ауруға шалдыққандарды, арқа бұлшық еті атрофиясына, жазылмайтын обыр ауруына ұшырағандарды емдеуге жол ашады деп мәлімдеді. Егер де Канавераның қолынан келсе, ол өзінің атын медицина ғана емес, адамзаттың тарихында алтын әріптермен жазатыны сөзсіз. Елестетіп көріңіздер, қаншама адамның жазылуына жол ашылады. Ең негізгі сұрақ: бұл отаның ең күрделі тұсы қандай? Жауабы арқадағы жұлынды жалғау. Көптеген нейрохирургтер жұлынды сәтті жалғап, мидың дұрыс жұмыс жасауын сақтап қалу мүмкін емес деп есептейді. Өйткені адамның басы жай ғана бір дене мүшесі емес, ол органдардың бүтіндей бір кешені. Сондықтан да оны ауыстыру жай бір мүшені ауыстырудан бірнеше есеге қауіптірек. Баста ми орналасқан, миға жалғанған жүйке талшықтарына зақым келтірмей, басты ауыстыру мүмкін емес. Алайда Канавера отаның сәтті өтетініне 90%-ға сенімді. Итальяндықтың айтуынша, бұл күрделі отаның жасауына арналған технологиялар енді ғана пайда болды. Жұлынды кесу үшін хирургке қателігі 1 миллион метр болатын арнайы пышақ қажет. Пациенттің басы мұздатылып, қан айналымы уақытша тоқтатылады. Сол мезетте пациенттің жұлыны полиэтилен гликоль арқылы жалғанады. Оның жұмысы пайкының жұмысына ұқсайды. Канавераның айтуынша, мұндай ота үшін жүздеген хирургтен құралған команда 36 сағат және 15 миллион доллар қажет. Жобаны Қытай қаржыландыратындықтан пациент Қытай азаматы болады. Ал оған дейін пациент ретінде Вердин-Хоффман синдромына шалдығып қозғала алмай қалған ресейлік Владимир Спиридонов болады деп айтылып келген еді. Жаңа денеге ие болған бас өзін қалай сезінеді? Оның тұлғалық қасиеті өзгере ме? Адамның өз-өзін толыққанды сезінуі мүмкін бе? Басқа дене басқа қол-аяқ көргенге ғана емес, сезілгенге де өзгеше. Ғалымдар оның арты жақсылық қалып бармайды деп дабыл қағуда. Ал Канавераның өзі отаны бет жүзін ауыстыру отасымен салыстырды. Алғашқыда бет жүзін ауыстыру психологиялық тұрғыдан мүмкін емес деп айтылған. Бүгінде 40-қа жуық бет әлпетін алмастыру отасы сәтті аяқталғаннан кейін, адамдардың жаңа бет жүзіне тез бейімделетіні белгілі болды. Нақтырақ айтсақ, адамның миы бейімделеді. Осыған сүйеніп, мидың жаңа денеге тез бейімделеді деп жорамалдауға болады. Әрине, мұның бәрі болжам ғана.
Сіз қалай ойлайсыз, ғалымдардың қолынан бұл келеді ме?